Адамға ең қымбаты өмір сүруге асығу керек. Өмірдің ең қиын кезінде де қасқайып қарап тұра біл. Сол қиын өмірдің өзін пайдаға асыр. Өмір теңіз, жүзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Әрі қажырлы, әрі сабырлы адам мұратына жетеді. Дән көтерген құмырсқаға тимеңдерші. Алысқаны өмір ғой, өмір сондай абзал ғой. Уақытты малайлаша өткізбейтіндей жағдай жасау керек. Себебі адамның қолында іс, басында ой болмаса, тап сол сәтті-ақ жүрегі де, адамшылығы да бүліне бастайды. Өмірін тәуекелге тікпеген адам өміріне иелік ете алмайды. Өмірден кездейсоқ сыйлық күтуден тыйылып, өмірді өзін жасайтын мезгіл жеткелі қашан. Қанша айтқанмен теория сүреңсіз ғой досым-ау, ал өмірдің мәңгі балғын бәйтерегі осынау. Дүниеде түрлі өнер көп, өнерді тапқан шебер көп. Бүгін өткеннің нәтижесі әрі болашақтың бастамасы. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе болмаса жұмасына бір, ең болмаса айына бір рет өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен, не білімге, не дүниеге жарамды, күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіпсің. Жоқ болмаса не қылып өткізгенің өзің де білмей қалыппысың. Ұйықтар алдында өткен күнде өзіңнің не істеп не тындырғаныңды ой елегінен бір өткізбей тұрып, көзіңді жұмушы болма. Өмірде мысал өлең секілді, ұзақтығымен өлшенбейді, мазмұнымен өлшенеді. Өмір сүру дегеніміз тынымсыз алға ұмтылу. Пайдасыз өмір сүру, мерзімінен бұрын өлу. Ешбір ісің бітпей қалмас сене бер, мойымастан төзе білсең сен егер. Өнеге де ұстазды өмір. Бір жолата мәңгілік жеңіске жетуге болмайды. Күн сайын жеңіске жетіп отыру қажет. Әр қашан қолы тимейтін адамдар әдетте ештеңе істемейтіндер. Сағаттың шықылдағы емес ермек, хәмиша өмір өтпек ол білдірмек. Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас, өтті өлді тағдыр жоқ қайта келмек. Уақыттың үдесімен оның өзгерісіне ештеңе істей алмайсың. Жастық шағыңның қадірін білгейсің. Кейін қартайғаныңда жастық жылдарыңды мақтанышпен еске түсіретіндей етіп өмір сүр. Дүниеде үш нәрсе ғана: атқан оқ, айтылған сөз, өткен күн қайтып оралмайды. Өкінішке соқтырмайтын іспен ғана айналыс. Өзің білмейтін істен аулақ жүр. Бірақ білуге тиісті нәрсенің бәрін үйрен, сонда тыныш өмір сүресің. Азат басың болсын құл, қолдан келмес іске ұмтыл. Өткен күндердің бәрі емес, есте қалған күндерің ғана өмір. Бүгінгі күн кешегінің жемісі, ертеңгінің өркені. Төс болғаныңда төзіп бақ, балға болғанда соғып бақ. Бүгінгіде болашақтың белгісі бар. Болашақ байыппен баяу жылжиды, өткен күн үнсіз мүлгиді, ал қазіргі құйындай ұйтқиды. Кімде-кім ескіні шамадан тыс еске ала берсе, ол жаңа дәуірде құбыжық болып қалады. Егер дұрыс пайдаланар болсаң, уақыт қашанда жеткілікті. Уақыт үнемдеу, біз үшін дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Баяулық кейде өліммен тең. Үнемдеудің қай түрі болса да, айналып келгенде уақытты үнемдеуге саяды. Адам ғұмыры үнемделген уақыт есебінен ұзарады. Ақша қымбат, адам өмірі одан да қымбат, ал уақыт бәрінен де қымбат. Ертең деген сөз ұнжықтар мен балалар ғана сылтаурататын сөз. Егер уақытты ең қымбат дүние десек, онда уақытты босқа өткізу барып тұрған ысырап қорлық болып табылады. Адам әзіз айтар деп көңіліңді салмағын, нәпс алдаушы дұшпанның өсиетін алмағын. Мінезі жаман адамға енді қайтып жуыспа, тәуір көрер адаммен жалған намыс қуыспа. Ақың болса біреуде айыбын тапта ала бер, ерегісіп ұрыспа, жөн болса да атың шықпас дұрысқа. Ғылымым жұрттан асты деп кеңессіз іс бастама, жеңемін деп біреуді өтірік сөз қостама.
Атадан алтау тудым деп асқынып жауап айтпаңыз. Атамның малы көпті деп атты басқа тартпаңыз. Қадірін жеңге білмесе бой жеткенмен қызғарып, замандасы қалмаған қария болар шын ғарып. Ата жұрты Бұхара өз қолында болмаса, қанша жақсы болса да қайратты туған ер ғарып. Надандықтың белгісі тілін алмау білгеннің, шамаңша шалқып жүре бер, қабірге әзір қоймаса. Артыңда қалар атақ жоқ, тіріде даңқың болмаса. Көлде жүрген қоңыр қаз, қыр қадірін не білсін? Қырда жүрген дуадақ, су қадірін не білсін? Санасы жоқ жамандар, ел қадірін не білсін? Көшіп қонып көрмеген, жер қадірін не білсін? Көше қона білмеген, қонса көше білмеген, ақылыңа көнбеген, жұрт қадірін не білсін? Ақ тоныңды жамандап, атлас қайдан табарсың? Өз басыңды зорайтып, теңдес қайдан табарсың? Көлдің суын жамандап, еділ қайдан табарсың? Әкіміңді жамандап, әділ қайдан табарсың? Өз барыңды жамандап, асыл қайдан табарсың? Әділдіктің белгісі біле тұра бұрмаса, ақылдының белгісі өткен істі қумаса. Ғылымның қандай пайдасы білместі жолға салмаса. Арғымаққа міндім деп, артқы топтан адаспа. Бақыт қонған ерлердің әрбір ісі оң болар. Дәулеті күнге артылып, не қылса да мол болар. Ердің құны сөз емес есебін тапқан сабазға, мойның бұрып, сөз айтпас көңілі қалған аразға. Бос аманда не ғарып, ақ қалалы боз ғарып, жақсыларға айтпаған асыл шырын сөз ғарып. Амандықта қадір жоқ, алдырған күні білерсің. Денсаулықта қадір жоқ, ауырған күні білерсің. Қолда бар жақсының қадірі жоқ, айрылған күні білерсің. Тон бітпеске тон бітсе, қағуменен тоздырар. Жаман әйелге қоң бітсе, ер жігітті аздырар. Алған жарың жақсы болса, ат үстінен дүбірет. Алған жарың жаман болса, шиге кіріп сыбыр ет. Жаман болса жолдасы, әйелдің түскен торыда, шыға алмайтын мұңлықтың қазылған терең орыда. Берлі таудан аспаған, бедеуге қамшы баспаған, алысқа сапар шекпеген ат қадірін білмейді. Жақсы тамақ ішпеген, жайлы орынға түспеген, жат қадірін білмейді. Қыста соғым соймаған, қоз етіне тоймаған, ас қадірін білмейді. Әділдеп соны айтыңыз, тураны қисық бұрмаса. Әділ би әділдігін айтар, сары табақтан сарқыт қайтар. Бұл жалған дүниеде кімнің төрт құбыласы тең болады. Дүзу мылтық, қыран, жүйрік аты бар, мінез құлқы мінсіз әйелі бар ердің төрт құбыласы тең болады. Әділ биі болмаса, бірлігі кеткен ел ғарып, қадірін елі білмесе, қайратты туған ер ғарып. Асыл болса алған жар, ханым емей немене, жайлы болса мінезі, жаның емей немене. Әділ бидің кегі жоқ, білімдінің кемі жоқ. Елің жүрсің есіңде, малмен баққа есірме. Малмен баққа есірсең, кез боласың кесірге.